2019 жылғы 22 маусымда Нұр-Сұлтан қаласындағы Бахаи ұлттық офисінде өскелең ұрпақтың жеке дамуына арналған жағдайлар мен алғышарттары және олардың қоғамның қуатына үлесі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Кездесуге парламент мәжілісінің депутаты, мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, академиялық ортаның өкілдері және студенттер қатысты. Спикер ретінде химиялық инженерия ғылымдарының докторы, Қазақстанның жас ғалымдарының альянсы қоғамдастығының ұйымдастырушысы және идеялық шабыттандырушысы Әсия Ермұхаметова және Friendly City балалардың ерте даму орталығының директоры, Монтессори педагог Елена Дәулеткелдіқызы сөз сөйледі. Сонымен қатар дөңгелек үстелге ақын, жазушы, публицист, авангард шығармашылық қоғамның басшысы Дина Ораз қатысты. Іс-шара «Адамзат потенциалын босату» жалпы тақырыптың аясында дөңгелек үстелдер сериясының жалғасы болып табылады. Қатысушылар өздерінің талқылауларында қоршаған ортаны және қоғамды тануға жауапкершілік алу үшін оның қоғам дамуының қорғаушысы болуға жетелейтін адамның жеке дамуын қалыптастыруды анықтауға тырысты. То, что вы хотите, то, что вы на самом деле можете, и то, что нужно обществу, то, что приносит прибыль. Спикерлер мамандық таңдауда адамның өз рөлін, бұл сұрақта жас адамға ата-аналарының түсінігі мен сенімнің қажеттілігін көрсетті. Балалық шақта ертеден бастайтын кішкентай, бірақ мейірімді адамға махаббат сияқты қасиеттермен өсіруге, қарым-қатынас орнату шеберлігі, қоршаған ортаны жақсы көру және жаңашырлық танытуға көмектесу қажеттілігі, рухани моральдық тәрбиенің маңыздылығын атап айтты. Когда среда сотрудничающая, тогда ты большего достигнешь. Это тоже вызов, который стоит перед нами, нам самим испытывать, быть приверженцами этого и передавать младшему подрастающему поколению ценности сотрудничающих. Сонымен қатар қазіргі педагогика алдында тұрған мәселе балалардың білім беру жүйесінде рухани моральдық тәрбие берудегі әсері қандай. Егер қоғамда басымдылық адам туралы түсінікте оның мейірімді табиғатын ескертетін болса, онда адам потенциалын босатуда бұл қалай байқалар еді? Қатысушылар қатыгез бәсекелестік сияқты қоғамдағы кең тараған тәсілдер адамның өсуін шектейтін және қоғамда бөлшектенуге ықпал ететінін атап айтты. Олар білім алуда талпыныс сияқты өздерінің мысалдарымен бөлісіп, жолдары анықталғаны және өмірдегі қиындықтарды жеңуге, биік мақсаттарға жетуге көмектесетіні сөз болды. Ата-аналарының рөлдері туралы ойланып, олар уақытты қалай өткізгені, олар қандай медиа контент қарайтыны және бұл олардың балаларында қандай салдары бар екендігін туралы ой қозғалды. Сонымен қатар немерелерінің тәрбиесінде ата мен әжелер көмегі оң нәтиже береді екен. Дөңгелек үстел барысында Дина Ораздың бала туралы және балалардың өміріндегі ата-аналардың рөлі туралы оқыған өлеңдері ерекше терең ойға салды. Одинокий ребенок так одинок, потому-то и к миру довольно жесток. Оторвитесь от дел и побудьте вы с ним. Одиноким не будет тот, кто любим.